Аз және саз сөйлеу. Рухани тұрғыдан биіктеп, Алладан жақын болғысы келетін адам мына үш мәселеге назар аударуы керек. Аз тамақтану, аз ұйықтау және аз сөйлеу. Қарастырып отырған мәселеміз аз сөйлеу туралы болғандықтан, аз және саз сөйлеу мәселесіне кеңірек тоқталайық. Аз сөйлеу ғайбат, жала жабу, көре алмау және өсектеу сияқты жаман қылықтар кездеспейтін, туралықтан шықпайтын аз, саз және даналық сөз дегенді білдіреді. Аз сөйлемейтін және не айтқанына мән бермейтін даналық мектебінің шәкірті бола алмайды. Бұл мектепте оқығысы келетіндерге қойылатын негізгі талаптардың бірі аз және нақты дұрыс сөйлеу. Басқаша айтқанда, ақиқатты тану жолында алға қадам басқысы келген адам ең алдымен сөйлеген сөзіне мұқият қарауы тиіс. Мұндай адам өзі айтып тұрған немесе айналасында айтылған барлық мәселені Алла тағалаға және Расулалламен байланыстырып, оның аузынан тек ақиқат сөз шығуы керек және де тілі әрдайым сол ақиқаттың жеткізушісі болуы тиіс. Аллаға апаратын жолдар өте көп, алайда кейбір жағдайлар адамның қысқа уақыт ішінде үлкен қашықтықты игеруіне жол ашады. Аз және саз сөйлеу де адамды аз уақыт ішінде үлкен деңгейге жеткізетін, Алланың сүйіспеншілігі мен назарына бөлейтін жақсы қасиет. Бұл пайғамбар мен сахабалардың мінез құлқы. Жұмақ пен Алланың дидарына құштар жандар мойындарында қарғы, аяқтарында тұсау, қолдарында кісен секілді тұрған көп ұйықтау, көп тамақтану және көп сөйлеу сияқты шынжырлардан арылуға күш салуы тиіс. Ауыздарын ашқанда тек ақиқатты айтып, ғайбат сөзден, жаладан сақ болуы керек.